Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге PolyChudes ойынының кезекті шаблонын көрсетемін. Бұл шаблонымыз PowerPoint бағдарламасында дайындалған. Шаблон титульный беттен тұрады. Одан кейін 22 слайдтан тұрады. Жалпы шаблонда 3 кезең бар. 3 кезең және соңғы кезең. Соңғы кезеңден тұрады. Мына жерде сұрақ жазыңыз деген жерде сұрақтарыңызды жазасыздар. Сосын оқушылар айтқан әріптер бойынша мына жерде сөздің, мысалы алкандар деген сөз шығады. Осы бойынша сөздер шығады. Мына жерде 3 оқушыдан қатысуға болады. Мысалы, біріншісіне Арман деп жазып қойдым, немесе сіздер өзгертіп өздеріңіздің оқушыларыңыздың аттарын жазасыздар. 3 оқушы қатысады. Мынау бізде барабан. Одан кейін сыйлық бар, бонус бар және сыйлық бар. Енді сұрақты құрастыруды көрсетейін. Мысалы, мына жерде біз сұрақты құрастыруымыз керек. Ол үшін сұрақты жазамыз. Мысалы, сұрақты мына жерге жазасыздар бірінші. Одан кейін мына жерге 3 оқушының есімі жазылады. Сұрақты жауабын мына жерге жазамыз. Мынаны былай өшіреміз. Мысалы, бұл жерде бір сөз болуы мүмкін. Сол сөзді жазайық. Мысалы, жауаптағы бір сөз. Мысалы, маса деген сөз. Қысқа сөз жазайын. Маса. Маса деген сөз. Яғни сұрақтың жауабы маса бізде. Ал енді мына жердегі қалған нелерді алып тастаймыз. Шаблондағы қалған нелерді өшіреміз былай. Бір-бірлеп өшірмеміз, ыңғайлы болу үшін белгілеп, осылай мен көрсеткенде белгілеп аласыздар. Өшіреміз осылай. Өшіріп аламыз барлығын. Тек қана мынау сөз қалу керек бізде. Ол бізге мына жерге сұрақты, мына жерге оқушылардың есімін жаздыңыздар, сосын мына жерге біз жауабын жазамыз. Бірінші кезең бұл. Одан кейін мыналарға тиіспейміз. Шаблондарға тиіспей. Екінші кезеңнің сұрағын жазамыз. Жауабын жазамыз. Сұрағын және жауабын жазамыз. Одан кейін үшінші кезең. Сосын соңғы кезеңге де біз тура осылай сұрағын және жауабын жазып аламыз. Одан кейін мынау бірінші шаблон титульный бетке барамыз. Показать слайд. Қазір басып, мен осы ойынды қалай ойналатынын көрсетемін. Шаблонымыз осылай. Бірінші кезең. Мен мынаны алып тастаймын. Негізі мына жерде алкандар деген сөз тұр. Жаңа көрсеткенім. Осылай жасалып тұрады. Мына жерде әріптер бар. Осы әріптерге қарай оқушылар әріптерді айтады. Ең алдымен мынау батырмаға басамыз. Барабанды айналдырамыз. Арман бірінші бастайды. Барабанды айналдырады. Бір рет басады, тоқтайды. 100 балл. Арманға 100 балды береміз. Мынаған бір басамыз. Арманда 100 балл бар, 100 балл. Енді ол әріп айтады. Мысалы, ол әріп мына жерде бар болса, біз бір рет басамыз. Арманның айтқан әрбі шығады. Мысалы, К деп айтқан болса, К-ні бассақ, К шығады. Одан кейін әрі қарай жалғасады. Барабанды Арман тағы да айналдырады. Одан кейін мына жерде банкротқа басатын болса, Арманның бірін 0-ге айналдырамыз. Сосын келесі оқушыға өтеді. Келесі оқушы Ербол, мысалы, тағы да батырман басады. Барабанымыз айналады. Оған мысалы, оған да 100 балл. 100 балл беріледі. Одан кейін Ербол әріп айтады, ол әріп жоқ болса, Жандос айналдырады барабанды. Барабанды бір рет айналдырып жібереміз. Оған мына жерде тағы да 100 болды. Бір рет тағы бір айналдырайын. Мысалы, басқасын алсақ. 100-ден басқасына түспей қалды. Қазір. Мысалы, 400 болды. Жандостық 400 болды. 1, 2, 3, 4.
400 мысалы. Мына жерде 4000 деп тұр, бірақ біз 400 деп алайық. 4000 балы бар. Ол әріп айтады, мысалы, алкандардағы А бір рет бар, 2 рет бар. Алкандар, мына жерде тағы бір А бар, 3 A'ны тапқаннан кейін оған бонус береміз, мысалы. Мына жерде бонусқа бассақ, бонус ашылады. Мына жерде сыйлық бар. Сыйлық та ашылады. Оны мысалы мен жаңағы бірінші шаблоннан көрсетейін. Былай жасаймыз. Келесі кезең емес. Былай өткізейік. Қазір. Мынау бірінші кезең. Міне. Қазір мынау бірінші кезең. Маса деген сөз жаңа біз жазған сөзіміз. Осы бойынша мына жерде бал берілу шкаласын көрсеттім. Осылай ауыса береді. Барабан айналдырады, әріпті айтады. Мысалы, маса деген сөз. А. Осылай шығады. Алған балдарына қарай барабанды айналдыра отырып, оқушыларды осылай банкрот болса, 3-ті біз 0-ге айналдырамыз. Осылай банкрот болады. Мысалы, қайттан 0-ден бастайды. Ал енді мына жердегі бонусты көрсетейін. Бонусқа бір рет бассақ, мына бонус ашылады. Бонусқа ручканы қойдық. Ручканы алып тастап, немесе басқасын қойсақ та болады. Ал енді мына ақшалай сыйлығымыз тура жаңағы екінен таңдау керек. Біреуі бізде пустой. Мысалы, мынаған бассам, бұның ішінде ештеңе жоқ. Ал екіншісіне басатын болсам, міне 2000 теңге бар екен. Бұны да ауыстыруға болады, немесе өзіңіз қалаған затты қойсаңыз болады. Енді тағы да осы неден кейін, мысалы бірінші кезең біткеннен кейін келесі кезеңге басамыз. Мына жерде екінші кезеңнің сұрағы тұрады. Бұл кезеңнен де өткеннен кейін үшінші кезеңге басамыз. Әр кезеңде әртүрлі оқушылар қатысады. Мына жерде 3 оқушыдан қатысады. Және соңғы кезеңде сол 3 кезең бойынша қатысқан оқушылардың жеңімпаздар 3 оқушыны аламыз. Және сол бойынша ойнатамыз. Сұрақты жазамыз мына жерге жауабын жазамыз. Әріптер бойынша айтады, бонус бар, сыйлығымыз бар. Және мына жерде оқушылардың есімдері бар. Оларға бал беру былай, міне бал беріледі. Барлық нелер істейді, міне барабанымыз айналып тұр. Осындай міне барлығы істеп тұр. Шаблонымыз жаңа көрсеткенде 21 слайд, негізі мынаны алып тастаймын мен. Сонда бірінші кезең мынадан басталады. Осылай осындай колледждес ойындарын сабақтарыңызда қолданыңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Және тағы да осындай қызықты ойындарды жіберіп алмаңыздар. Назарларыңызға рахмет.